Көбісінің шағымы бел ауру. Бар тексеріледі. Грижа дейді, артроз дейді, гонартроз дейді, остеопороз дейді. Сөйтеді, дәрілердің бәрін жазып береді ғой. Біреуді әсер етпейді, біліп алыңыз. Жақсы болып қалдым деп өзімізге самовнушение жасаймыз. Бірақ түбінде қайтадан бастайды ғой. Қайтадан бастайды. Соны жақсылап түсініп алайықшы. Берілген препараттардың барлығы тек қана симптомны, яғни ауырсынуды басады уақытша. Ары қайтадан жанын шығарады жақсылап тұрып. Қайнатады. Оның емі тек қана жамбас бұлшық еті, бел бұлшық еті, арқа бұлшық еті, аяқ бұлшық етін дамыттыру керек. Иық бұлшық етін миға қан жақсы бару үшін, мидың жұмысын жақсарту үшін. Бүкіл бұлшық етпен жұмыс істеу керек күнде. 7 күн істемей қалғанның өзінде біліп алыңыздар. Дистрофия болды. Жасушалар қоректенбейді да, қайтадан ауырып бастайды. Соны жақсылап түсініңіздер, істеңіздер, жатпаңыздар. Әбден бұлшық етті созып, қыздырып, дамыттырып, оны дамыттырыңыздар. Арасында майдағандардың барлығы жұмыс істеп тұру керек, қан айналып тұру керек. Лимфа дренаж жүріп тұру керек, лимфа айналып тұру керек. Ағзадан шлак токсин шығып тұру керек. Сол кезде сен жақсы ой ойлайсың, көңіл күйің де мықты болады. Ал енді жақсы ой, көңіл күй болғаннан кейін адамда мынандай сөз шығып кетеді. Мен бақытты адам екенмін ғой дейді. Түсіндіңіз ба? Көңіл күйі бар адам өзін бақытты сезінеді.